Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп болмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 94-ші сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі деп аталады. Бүгінгі сабақта зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажыратуды үйренеміз. 41-ші жаттығуда суреттер берілген, суреттерге қара. Бірінші суретте баланың суреті берілген, яғни бір ғана баланы біз бала деп айтамыз. Ал екінші суретте екі бала берілген, екі немесе одан да көп баланы біз балалар деп айтамыз. Келесі астында асықтың суреті берілген, яғни ол бір ғана асықты асық деп айтамыз. Ал екінші суретте көп асықтар берілген, бұл жерде екі немесе одан да көп асықты біз асықтар деп айтамыз. Енді суреттердің астындағы сөздерді салыстырып, содан өзің қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметтермен салыстыр дейді. Бір зат немесе бір бала болса, жекеше түрдегі зат есімге жатады. Ал екі немесе одан да көп болса, көпше түрдегі зат есімі болады. Ережеге назар аударамыз. Зат есімнің жекеше көпше түрі болады. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Мысалы, кім әке, не үй, не құс. Енді кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Мысалы, кімдер әкелер, нелер үйлер, нелер құстар. Байқап тұрсаңдар, әке деген сөзге лер, лар, тар деген жұрнақтары жалғану арқылы көпше түрге айналады. Осы ережеді міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 42-ші жаттығуда өлең берілген, өлеңді мәнерлеп оқы. Қарға, қарға, қарғалар, қар үстінде жорғалар, екі шоқып бір қарар, деп жолымды оңғарар. Енді осы өлеңнен зат есімнің жекеше көпше түрлерін тап. Жекеше түрлеріне не деген сұраққа жауап береді? Қарға, не қар, не жол. Ал көпше түрге нелер деген сұраққа жауап беретін? Ол қарғалар. Бұл жерде байқап тұрсаңдар, оқушылар жаңа ережеде өткен зат есімнің жекеше түрі кім не деген сұраққа жауап береді, ал көпше түрі кімдер нелер деген сұраққа жауап береді. Осы ережедегі сұрақтарды пайдалана отырып, өлеңдегі зат есімнің жекеше және көпше түрлерін осылай анықтаймыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 43-ші жаттығуда жаңылпаш берілген, жаңылпашты жатқа жаз. Шүрегей сүңгігіш пе, сүңгір сүңгігіш пе. Енді бұл жаңылпаштың ішінен шүрегей, сүңгір сөздерінің көпше түрін айт. Шүрегейдің көпше түрі шүрегейлер, сүңгір сүңгірлер. Яғни не деген сұраққа жауап береді? Шүрегей деген не деген сұраққа жауап береді? Нелер шүрегейлер, лер жалғауын қосып көпше түрге айналдырамыз. Дәл осылай не сүңгір, нелер сүңгірлер. Келесі шығармашылық үзіліс берілген 44-ші жаттығу. Жасырынған құс атауларын тап, оларды жекеше көпше түрде жаз. Жасырынған құс атауларына қызыл нүктеден бастап оқығанда тоқылдақ, торғай, шымшық және қарға деген сөздер жасырынған. Енді бұл сөздердің жекеше және көпше түрін жазып шығамыз. Жекеше түрі тоқылдақ, көпше түрі тоқылдақтары. Себебі нелер деген сұраққа жауап береді? Тоқылдақтар болады. Жекеше түрі не торғай, көпше түрі нелер торғайлар. Жекеше түрі не шымшық, нелер шымшықтар. Жекеше түрі қарға, нелер қарғалар. Яғни сұрақ қою арқылы көпше түрін анықтап осылай жазып шығамыз. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.